Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанарбай Мырзаева. Бүгін 7-ші сынып оқушылары үшін заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмадан бастаймыз. Заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші тапсырма: зат неше агрегаттық күйде болады? 3. Олар қатты. Мына жерге санмен 3 деп қояйық, түрлерін жазайық. Қатты, сұйық, газ. Заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі қандай құбылысқа жатады? Бұл физикалық құбылысқа жатады. Қандай агрегаттық күйде су молекулаларының ара қашықтығы үлкен болады? Газ. Жақын болатын бұл бізде қатты. Аралық күйде бұл бізде сұйық. Құбылыстарды ажыратайық. Көмірдің жануы бұл бізде химиялық құбылысқа жатады. Белгісі: СО2 газы бөлінеді және күйе түсіледі. Мұздың еруі физикалық құбылысқа жатады. Бұл бізде қаттыдан агрегаттық күйі өзгереді сұйыққа. Мұз сульфатының күйдіргіш натриймен әрекеттесуі химиялық. Мұз гидроксиді көк тұнба түзіледі. Келесі: ас содасын сірке қышқылымен әрекеттесуі химиялық процесс. Көмір қышқылы газы бөлінеді бұл жерде. Бұлттың түзілуі физикалық. Бұл бұлт бізде сұйықтан газге ауған кезде түзіледі. Ұсынылған мәлімет бойынша салқындау процесіне графикалық кесте тұрғызыңыздар. 50-де 1 минут. Мына жерге қоямыз. Міне 50 мен 1-дің арасында нүктені. Келесі 40-да 5 минут. 20-да 10 минут. Шамамен мына жер. Осылай графиксіз қоямыз. Салқындау процесіне температура мен уақыт қандай қатынаста? Температура артқан сайын, уақыт артқан сайын температура кемиді. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.